Сәлеметсіз бе, шілде айына арналған шаян белгілеріңізді қарап көрдім ба? Шаян белгілері шілде айында сіздерден не күтеді, қандай жаңалықтар, қандай өзгерістер болуы мүмкін өміріңізде, қандай ең маңызды оқиғалар орын алуы мүмкін. Жалпы шаян белгілері өздеріңізді сезінуде, бұл жерде жалпы атмосфера сіздерде шілде айында бір өзіңіз қалып ойлану, бір нәрсеге ұмтылыс, бір арман, мақсат пайда болады, өзгерістер. Тіпті үйрену, мүмкін бір нәрсені ізденумен боласыз, информация жинайтын, тағы да бір мағлұмат алып, бір нәрсеге үйренетін, бекер өтпейді деген сияқты. Сізде бекер өтпейді, бір нәрсе үйренуге кетеді. Мысалға шілде айы дамытуға өзіңізді, кейде аз араласу адамдармен аз араласу кезеңі орын алуы мүмкін. Көп араласқыңыз келмейді, обществоға шыққыңыз келмейді, бір сондай әрекеттер орын алады. Тағы да шаяндарымызда жалпы денсаулық мәселесіне келетін болсақ, шілде айында сіздерде өте бір психологиялық әрекеттер орын алуы мүмкін, кішкене күйзеліс кезеңі орын алуы мүмкін. Сізге бір жаңағы медитативтік әрекеттер, немесе жақсы нәрселерді ойлап, немесе бір сізді мазалап жүрген күйзеліс кезеңдері, немесе бір ситуацияда жүйкеңізге тиетін әрекеттер болып жүрген болса, сізге психологқа қаралуға, немесе бір өзіңізді өзіңіз емдеуге, жақсы нәрселерді ойлауға шақырады. Егер сізде барлығы жақсы, бір аса қатты психологиялық мәселе жоқ менде деп есептейтін болсаңыз, қандай да бір жеріңіз мазаласа да, қандай да бір тәуелділіктер болса, сізде жаңағы бұрынғы әдіспен емделуге шақырады. Мысалға жаңағы народный медицина деп айтады. Мысалға сондай бір емделулер, тамақпен емделу деген сияқты медициналық жаңағы химиялық әрекеттер емес. Тіпті егер сізде тағы да бір мәселелер болса, мысалға оны қаралу керек болса, сіз мамандарға мысалға қаралсаңыз болады. Мысалға мамандарға кеңес алу, консультация алу деген сияқты бір сондай әрекеттер, яғни профессионалдық мамандармен ақылдасу. Егер мазаламаса, әрине тіптен де жақсы, барлығы сіздерде бір алып ішіп тұрған уайымдататын әрекет жоқ. Мүмкін сіз шамадан тыс физикалық әрекеттер, энергия кетіп жатқан сияқты. Мысалға керек емес жерлерге, немесе бір уайымдау, немесе бір энергияңызды керек емес жерге жұмсап жатқан сияқтысыз. Мысалға бұл жерде осындай әрекеттер бар. Мысалға мүмкін көбірек ойлану, шамадан тыс ойлану әрекеттері орын алып жатқан сияқты. Мүмкін бір тәуелділіктер бар сізде, мысалға бір тәуелділіктер, зиянды тәуелділіктер болуы мүмкін. Мысалға сондай да бір әрекеттер бар. Сол тәуелділікпен күресу әрекеттері орын алуы мүмкін. Сіз қандай да бір зиянды әрекетіңізбен бірге күресуіңіз мүмкін. Соны мысалға өзіңіз тіпті жақсы білесіз, денсаулығыңызға қандай назар керек, қалай жасау керек, қалай дұрыс қарау керек деген сияқты барлығын өзіңіздің ішіңізден сезетініңіз көрсетеді. Бұл өте жақсы әрекеттер. Кейде бір нақты бір аян беретін түстерді көруіңіз мүмкін. Мысалға сіз көріп жатқан түстің бір мағыналары бар деген сияқты. Бұл жерде шамадан тыс ойлана берудің қажеті жоқ. Ең бастысы, өйткені бір кейде сіз өзіңізге өзіңіз страх, фобия жинап алуыңыз мүмкін, осы әрекеттер жалғаса берсе. Ең бастысы жақсы есті ой, есті баға беру әрекеттері орын алу керек. Яғни реалиға көбірек қараңыз. Мүмкін сіз тек қана көбірек мысалға қиял әлеміне беріліп бара жатқан болуыңыз да мүмкін. Тағы да шаян белгілері сіздерде шілде айында жалпы жағдайға келетін болсақ, бұл жерде ситуацияларда сіздерде әрине жеңіске жету әрекеттері бар. Қандай да бір әрекеттер, шапшаңдық керек болса, үлгерімді жарату жақсы болу керек болса, барлығын дұрысталатынын айтып жатыр. Сіздерде бір көп ситуацияда айқындықтар енгізілетінін айтады. Бір ситуацияның шығып кету жолдарын табасыз. Сіздерде де өте жақсы әрекеттер. Сіз үшін бір құпия ашылуы мүмкін. Бір үлкен құпиялар, сізге қандай да бір құпия болса да, қандай тақырып болса да бір құпиялардың ашылуы мүмкін. Мысалы, сізде шатасқан ойлар, біреуді түсінбей жүрген болсаңыз, бір адамдарда қандай жол табу керек, немесе өзіңізді қандай әрекеттер, өзімді қалай ұстау керекпін деген сұрақта болса, соның барлығында дұрыс жол табатыныңызды айтып жатыр. Яғни сізге айқындықтар, шындықтар ашылатынын айтады.
осы бір әрекеттер, яғни бір қандай да бір сұрақтар, қандай да бір түсініспеушіліктер сіз үшін барлығы айқындық беретінін көрсетеді. Өте жақсы әрекеттер бұл адамның бір шындықтың ашылуы. Тағы да көп әрекеттерде бұл жерде тағы да жағдайларда өте күшті бір идеялар келетінін айтып жатыр. Бір идеяның үстінде үлкен жұмыс жасайсыз, бір жаңалықтардың үстінде, бірақ та осының барын іске асыруда асықпай жатқаныңызды көрсетеді. Қандай да бір идеялар бар, өзіңізді дамыту, тағы да бірнеше көп идеялар келеді, соны жазып алуға кеңес береді. Өйткені сіз осы идеялардың көбі келеді, бірақ ұстап қала алмауыңыз мүмкін мысалға. Осының барлығын есіңізде сақтап қалмай, немесе барлығын провалға шығаруыңыз мүмкін мысалға. Сондықтан көп идеялар соңында мүмкін ойларыңыз есті болған кезде, кішкене тыныш болған кезіңізде сол идеяларды қайта қарап шығуға мүмкіндік бар. Күшті идеялар келеді, көп ойланасыз, бір жаңалықтардың үстінде өте көп ойланасыз, өте күшті мүмкіндіктер кезеңі болады сізде. Тағы да шаян белгілері сіздердегі тағы да әрекеттер. Бұл жерде жұмыс кезеңі сіздерде қандай болуы мүмкін? Шілде айында жұмыс кезеңі өте жақсы. Сіздерде де бір ситуацияларда жұмыс кезеңі ұнамсыз әрекеттер болған болуы мүмкін. Сол бір ұнамсыз әрекеттерден шығу мүмкіндіктері бар. Қандай да бір қысымдар, бастықтар тараптан болсын, немесе бір идеялар, тіпті жұмыстарын ауыстыру әрекеттерде орын алуы мүмкін шілде айында. Кейбір шаяндар деп айтайын, варианттар келетінін айтады. Сізде бір қиын, бір жұмысыңыздағы ұнамсыз тұспен күресетініңіз болып жатыр бұл жерде. Немесе бір қандай да бір әрекетке құлшынысыңыз болмаған болса жұмысыңызға, соның үстіне жұмыс жасап, өзіңізге бір жақсы жолын табасыз. Мүмкін өзіңізге ынтаны ашасыз деген сияқты, немесе қызығушылығыңызды туындатасыз. Сондай бір әрекеттер бар мысалға. Сізде бір өзгерістер болады, жұмысыңыз өте сәтті, қандай да бір міндеттер жүктелуі мүмкін. Сіз үшін басында осы міндеттер өте қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ соңында өте сіз үшін ыңғайлы екенін түсінесіз, және барлығы қолыңыздан келеді. Тіпті сізге тағы да жаңағы сынау мақсатында бірнеше жауапкершіліктер болса, жауапкершіліктің барлығын дұрыс жасап шығатыныңызды айтып жатыр. Егер өзіңіз жеке кәсіпкер болсаңыз, шаян белгілері шілде айында өте жақсы болатынын көрсетеді. Сіздерде жеке кәсіпте өте сәтті болатынын айтып жатыр. Сізді дамытасыз, бизнесіңізде клиент өте көп болады, өте жақсы кезеңдер. Әрине қиын болып көрінгенмен бір жаңалықтар енгізесіз, мүмкін товарыңызды көбейтесіз деген сияқты, тағы да қосымша ассортименттер, идеялар ойлап табатыныңызды көрсетеді. Өте күшті кезең. Қандай да бір жұмыстарда болсын, жаңалықтар енгізгіңіз келсе, сізге ақылдасатын адам керек. Бір адаммен сіз қазіргі кезде өзім білемін деп шешіп жатқан болсаңыз, бір қандай да бір жаңалықтар, қандай да бір әрекеттерде ақылдасатын адам керек сізге. Бір адамдардан кеңес сұрап, әсіресе жұмысқа келген кезде бір жаңалықтар енгізгіңіз келсе, ақылдасу керек сіз білетін адамдардан, немесе тәжірибелі жандардан. Тағы да шаян белгілері сіздердегі жалпы финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, шілде айында қандай болуы мүмкін сіздерде? Өте жақсы кезең. Бұл жерде өте финанс жалпы бір ситуацияларда, әрине сіз қалағандай бір егер сізде қазіргі ситуацияңызға байланысты, егер сізде финансыңыз өте жақсы болып жатқан болса, так сол бір жалғасады. Яғни сіз барлығына есті баға беріп, дұрыс жаратып, үнемдеп, есеп шотты реттейтініңізді және финансыңызды жинай бастайтыныңызды айтып жатыр. Қандай да бір тығырықтан шығып кету үшін, сол бір тығырыққа немесе бір қиын ситуацияға түсіп қалмау үшін жинауыңыз мүмкін мысалға. Сонымен күрес үшін әрине адам жинай бастайтын, мүмкін депозит аша бастайсыз, мүмкін бір кішкентай бір қазірден жинай бастасаңыз, соңында үлкен бір нәтиже береді деген сияқты бір идеялар келеді. Яғни өте қатты ақылды жарату кезеңі болады. Керек емес сатулар мүлдем болмайды, барлығын дұрыс мағынада тәжірибелі түрде ақшаңызды жаратасыз. Егер сізде қазіргі кезде финанс ситуациясы қиын болып жатқан болса, ақшаңызда қиындықтар туындап жатқан болса, сұрақтар бар болса, әрине сіздің үнемділігіңіз бен кішкене ептілігіңіздің арқасында бір жақсы нәтижеге жетуіңіз мүмкін, бірақ оны кішкене күтуге тура келеді. Жоспарланбаған сатып алулар, қалағанша жарату қиын болса да, сізде бір қиын ситуацияға дайындықтар болады. Яғни аса бұдан да қиын ситуацияға түсіп қалмау үшін барлығын дұрыс бағытқа жөндейтініңіз айтады. Тұрмыс тіршілікке ең маңызды нәрсеге ғана ақшаңызды жарататыныңызды көрсетеді. Яғни бостан-бос керек емес нәрселерге емес. Өте күшті кезеңдер. Тіпті сізге көмектер де келуі мүмкін, қосымша ақша тағы да күткен, бірақ ол ұсақ-түйек көмек болады. Соның өзін ұстап қалуға тырысыңыз.
мүмкін жұбыңыздың да көмегі болуы мүмкін. Жалпы сізде жаратып босқа жарату деген нәрсе болмайды, керек емес сатып алулар да болмайды. Барлығы есті, барлығы тек қана қажетті нәрсеге ғана реттеледі. Өте күшті, сіздерге мықтылық, сабыр сақтауға шақырады. Барлық ситуация бірдесіне болып кетпейді. Маңызды жағдайларда сізге сабырлық болуға, кішкене күтіңіз, мүмкін жемісін күтіңіз, нәтижесін күтіңіз. Қазір жасасаңыз, мысалға қазір мысалға қамқорлық жасасаңыз, соңында жемісін жейсіз деген сияқты. Сондықтан қандай да бір ситуацияда асығыстық танытпаңыз, сабырлы болыңыз, сала беріңіз вложение. Мысалға қандай да бір идея болса, кеш болған жоқ, сол идеяның өркендеуіне мүмкіндік бар деген сөз. Өте күшті кезең, көңіл күйдің жақсы болатын кезеңі, маңызды оқиғалар, сіздің дамуыңыз әлі алда, даму белестеріңіз жететін жетістіктер әлі алда. Сондықтан барлығына дайын тұрыңыз, өйткені сізде нәтиже бар, сізде ең болмағанда үміт, мақсат бар. Сондықтан ең бастысы сол мақсат бойынша жүрсеңіз, армандарыңызға жетудің ең үлкен жолы сабырлық және дұрыс. Бір ситуацияда мысалға нәтиже тез күтпеңіз. Мысалға бірдесіне жылдам келе қоймайды, ол кішкене күту керек, кішкене салу керек, дамыту керек. Сондықтан осы ситуация егер сабырлық сақтасаңыз, сіз қалағандай күшті нәтижеге де жетуіңіз мүмкін. Өте күшті кезеңдер, өте былайда жалпы көп идеялар туындайды, күшті идеялар. Ең бастысы сенімді болсаңыз, сізде де сабырлы болсаңыз, өзіңізге не керек екенін өте күшті білесіз. Өте жақсы жаңалықтармен толы болатынын айтып жатыр. Сіздерде өте күшті жаңалықтар да болады. Ең бастысы дамыту. Мысалға, сізде уже ойлау өрісіңіз өзгереді. Ой өрісіңіз өзгереді. Мүмкін өзіңізді көбірек жетілдіріп, көбірек дамытатыныңыз айтып жатыр. Тәжірибеңіз өте көп болады, біліміңіз де өсетінін көрсетеді. Сәттілік тілеймін, лүпілдеріңізді аямаңыздар, шаңберлер сау болыңыз.